Сәлем баршаңызға, мен Китайдан, яғни Гуанчжоу қаласында біз осында бір айдай болдық. Қазір сіздермен үйренген сөздермен бөлісетін боламын. Әрине ол көп емес, бірақ сонда да бөлісемін. Ни хао, сәлем деген сөз, мейо деген, жоқ деген сөз, жише деген, сестра деген сөз, Я деген сөз қандай? дуй дейсіз. Давай деген сияқты, дуй дейсіз, короче. Я деген сөз. Оптым алатын болсаңыз, егер пифа сөзін қолданасыз. Туалетке бару үшін WC десеңіз түсінеді. Егер тамақ жеп жатқан кезде ашты болмағанын қаласаңыз, лазы мио деп айтасыз, короче. Лазысы жоқ, яғни аштысы жоқ болу керек деген сөз. Бір зат алып тұрсыз, бағасын түсірсеңіз, пени дейсіз. Пени дейсіз. Түсінеді өздері сразу, бағасын түсір деген сөз. Түсінбеймін, білмеймін деген бір андай. Томбидау ма, дүмбидау ма, білмеймін. Соған ұқсайтын сөз өздеріңіз келгенде кішкене түсініп аласыз ба? Осыған сәйкес сөз естісеңіз, это мен түсінбеймін сені деген сөз екенін ұғына беріңіз. Ұнаса лайк басып қойыңыз. Достарыңызға жіберіңіз Китайға баратын. Ал, пока.